Аллаға тапсырылған өмір жеңіл өтеді да бәрібір де. Сен білесің да, сен қазір Алланың құзырындасың, Алланың бақылауындасың. Алла қаласа болады, қаламаса болмайды. Сол нәрсемен жүрген кезде сен бір жеңілдік сезінесің да. Одан кейін адамдарды дейді, мысалы тәуекел мәселесінде ғой енді. Ең бір жеңіл былайша айтқан кезде көптеген реніш, уайымдарын шешетін бір сөз бар дейді да. Алла солай болуын қалап тұр ғой деген сөз бар да, қарапайым сөз ғой, бірақ сөз. Яғни бір нәрсе болып қалды да өміріңде, сол кезде сен айтасың да, солай болу керек болып тұр. Алла қалап тұр, солай болды. Яғни бұл сөздің өзі де бір тәуекел деген мәселе ғой. Одан кейін мен былай көп айттым да, тәуекелдің кітапты жазудағы басты мақсат ол не болып тұр да, мысалға қазір тәуекел деген сөзді бір қазақша баламасы рисковать деген сөзге көбірек келеді да. Яғни басты қатерге тігу, бір өзің түсінсең де түсінбесең де өзің білмейтін бір кәсіпке бүкіл ақшаңды салып сол жерден бір зиянға ұшырап кету деген сияқты нәрсемен түсінеді. Қорықпа, тәуекел ет деп. Бірақ тәуекел ондай емес. Тәуекел деген қарапайым өзің білетін салада